Бәріңе сәлем, сіздермен жұмбақ әлем. Бүгінгі шығарылым археологиялық жаңалыққа айналған терракот армиясы туралы болады. Ал ендеше бастайық. 1974 жылы Қытайдағы Лишань тауының шығысына қарай қарапайым шаруа ұңғыма қазып жатқанда кездейсоқ қыш ыдыстардың сынықтарына тап болды. Оқиғаны естіп археологтар келіп, бірнеше жылдар бойы 3 этаптан тұратын қазба жұмыстарын жүргізеді. Олар қыш ыдыстардан бөлек біздің заманымызға дейін 210 жылы жерленген Қытай императоры Цин Ши Хуанди қабірі мен 8000-ға жуық жақсы қалыпта сақталған адам бойымен бірдей жауынгер мүсіндерін табады. Кейіннен бұл мүсіндерді терракот армиясы деп атайды. 1980 жылы император қабірінен 20 метр жерде күмістен жасалған 2 ат арба табылды. Әр арбаға мүсіннен жасалған 4 ат байланған, ал ноқталары күміс пен алтын элементтері бар тастармен безендірілген. Жыл сайын әртүрлі елдерден миллиондаған туристер әсерлі археологиялық туындыларды көруге келеді. Ал императордың жерленген орны әлі де зерттеу үстінде. Таңғажайып археологиялық жаңалық әлемнің 8-ші кереметі деп те аталады. Бұл олжа әлемге археологиялық жаңалық қана болмай, сонымен қатар тарихшыларға император Цин Ши Хуандидің билігі туралы бұрын белгісіз баға жетпес ақпарат берді. Бұл билеуші шашыраңқы жерлерді біріктіріп, оларды ұлы империяға айналдырды. Ол Қытайды басқаруға өсиет еткен әулетті құрды. Бірақ император қайтыс болғаннан кейін елде билік үшін күрес басталды. Цин Ши Хуандидің мұрагерлері аяусыз өлтіріліп, ал империя шашырап кетті. Қазіргі таңда империядан тек жерлеу кешені, 8000-ға жуық мүсіндер мен өзімен бірге тіріде жерленген 50-ге жуық күндері қалды. Сарапшылар Цин императоры Ши Хуандидің жерлеу кешенін салу үшін шамамен 700 000 жұмысшы қажет деген болжамға келді. Ал құрылысты толығымен бітіру үшін 30 жыл кеткен екен. Аңыз бойынша жұмысшылар құрылысты бітірген соң сол жерде тіріде жерленген. Бұл қабірдің орналасқан жерін құпия түрде ұстау үшін, сондай-ақ бұзақылар мен ұрыларды қорқыту үшін жасалды. Мүсіндердің нақты санын есептеу өте қиын. Өйткені олардың көпшілігі толығымен немесе жартылай сынған түрде табылды. Барлық мүсіндер күйдірілген саздан жасалған. Бастары, аяқтары мен қолдары қалыптармен құйылып, қосымша бөлшектер қолмен қалыпталды. Бас кезінде мүсіндердің барлығы боялған болған. Барлық мүсіндер бір-біріне мүлдем ұқсамайды. Олар Цин Ши Хуандидің армиясының шынайы жауынгерлерін бейнелейді. Жаяу әскерлерден басқа садақшылар, жазушылар, музыканттар және басқа да қызметшілердің мүсіндері бар. Үкімет қазылған жерден табылған заттар туралы естігенде, дереу түрде сол жерде тұрған барлық үйлерді бұзып, жерді тартып алуды бұйырған болатын. Жергілікті халық үшін мұндай археологиялық жаңалық қарғысқа айналды. Ұңғыманы қазғандар бұл жағдайдан кейін өз-өзіне қол жұмсады. Кейбірі өмірінің соңына дейін тиын үшін жұмыс істеуге мәжбүр болды. Ал қалғандары кедейліктен қайтыс болды. Осылайша император соңғы сапарына жауынгерлерін де, қызметшілерін де бірге алып кеткен. Ал қыштан жасалған сарбаздар барлық әлемнің туристерінің назарында. Бүгінге айтарым осы. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.